Қанша қара сөз. Бұл жасқа келгенше жақсы өткіздік пе, жаман өткіздік пе, әйтеуір бірталай өмірімізді өткіздік. Алыстық, жұлыстық, айтыстық, тартыстық. Әбіштік көре келдік. Енді жер ортас жасқа келдік. Қажыдық, жалықтық, қылып жүрген ісіміздің баянсызын, байлаусын көрдік. Енді қалған өмірімізді қайтып не қылып өткіземіз? Соны таба алмай өзімде қайрамын. Ел бағым жоқ, елге бағым жоқ. Бағусыз дертке ұшырайын деген кісі бақпаса, не алматқан, көңілі басылмаған жастар бағам демесе, бізді Құдай сақтасын. Мал бағ жоқ, баға алмаймын. Бағалылар өздерінің келгенше бағар. Енді қартайғанда қызығын түгел көре алмай тұғын, ұры, залым, принциптердің азығын бағып берем деп қалған аз ғана өмірімді қорғылар жайым жоқ. Ғылым бағ жоқ, ғылым бағарға да ғылым сөзін сөйлесе адам жоқ. Білгеніңді кімге үйретерсің, білмегенді кімнен сұрарсың? Елсізде күнсізде кезеңнен жайып салып, қолына кезін алып отырған не пайдасы бар? Ғылым өзі бір қартайтып тұғын күйік. Софылық қылып дін бағу жоқ, ол да болмайды. Оған да тыныштық керек. Не көңілде, не көрген күнде де тыныштық жоқ. Осы елде, осы жерде не қылған софылық? Балаларды бағу жоқ, баға алмаймын. Бағар едім, бағудың мәнісін білмеймін. Не бол деп бағам, қай елге қосайын, қай қарекетке қосайын. Балалардың өзінің ілгері білімнің пайдасын тыныштықпенен көріп ор тапқаным жоқ. Қайда бар, не қылып берін біле алмай отырмын. Не бол деп бағам, оны да ермек қыла алмадым. Ақыр ойладым, осы ойыма келген нәрселерді қағазға жаза берейін. Ақ қағазбен қара сиян ермек қылайын. Кім ішінен керек сөз алса жазбасын, я оқысын, керегі жоқ десе өз сөзім өзімдік дедім де ақыры осыған байландым. Енді мұнан басқа ешбір жұмысым жоқ.